Қайырлы күн, оқушылар. Бүгін біз дүниежүзі тарихы пәнінен кезекті сұрақ талдайтын боламыз. Бұл жерде сұрақ 1948-49 жылдардағы Италиядағы буржуазиялық революцияның саяси идеясы мен мақсатын сұраған екен. Бұл жерде дұрыс жауабы Италияны біріктіру болып табылады. Енді бұл жерде тестте қате кеткен, бұл біздің сайт емес, басқа сайттан қойылған сұрақ болып табылады. Яғни бұл жерде негізгі Италиядағы буржуазиялық революция бұл 1948-49 емес, 1848-49 жылдар аралығында болған. Бұл революцияның басты мақсаты бұл Италияны біріктіру. Оны сіздер мына тұстан көре аласыздар. Революцияның басты мақсаты Италияны біріктіру болды. Демек, осы 10-шы сыныптың мектеп баспасынан 131-ші бетін ашатын болсаңыздар, 52-53 жыл параграфтарда буржуазиялық революция индустриалды қоғам қалыптастырудың басты ұйытқысы деп аталатын тақырып бар. Бұл жаңа тараудың ең алғашқы параграф болып табылады. Сол себепті осы параграфты толық оқып шығамыз. Бұл жерде жалпы Италия және де Австрия мен Франция, Германияның осы буржуазиялық революция кезіндегі оқиғалары және де саясаттар туралы айтылған. Өте қажетті тақырып, сол себепті осы тақырыпты толық оқып шығамыз.